саламатсыздар ма? YouTube қолданушылар, мен сіздерге бүгін Padlet доскасымен жұмыс жасауды көрсетемін. Ол үшін padlet.com деп жазып, сайтына кіріп, мынандай доска шығады сіздерге. Бірақ бұл жерде менде, қараңыздар, мен сіздерге шығып, өзімнің неммен аккаунтымнан шығып, заново көрсетейін. Себебі ертең түсіме қалуымыз мүмкін. Бірден кіріп кеткеннен кейін менде ондай болған жоқ деген сияқты. Міне padlet.com кірем, сіздерге мынандай доска ашылады. Осындай бет ашылғаннан кейін сізде зарегистрироваться басамыз. Енді қай аккаунтыңыз арқылы кіресіз, соны басасыз, таңдайсыз. Google аккаунттарыңыз болса, сол Google аккаунтпен немесе Mail.ru-мен кіре берсеңіз болады. Яғни мен бұрын тіркелген өз аккаунтымен кіремін. Тіркеліп қоясыздар, бірінші тіркелу жасап барып жұмыс жасау керек. Ал бұл сіздің тіркелген аккаунт Padlet доскаңыздың ссылкасын қолданушыларға тіркеуді қажет етпейді. Соны есте сақтаймыз. Міне сіздер кіргеннен кейін осындай сіздерге бет ұсынылады. Мынау енді менің бұрыннан құрған тақталарым. Ал енді сіз жаңасын құрғыңыз келсе, мына жерде плюс таңбасы берілген создать доску дегенді басасыз, сізге бірнеше ұсыныстар беріледі. Хронологиялық кесте немесе беседы, карты деген сияқты сіз өзіңіз түрлі шаблондарды таңдайсыз. Міне мен сіздерге қазір мына бір таңдалған бетті көрсеткім келеді. Қалай жұмыс жасауды? Ол үшін мына жерде оң жақ шетінде настройка деген бар. Настройкаға кіресіз. Мысалға сіз мына жерде не жазғыңыз келеді? Яғни название доски. Қандай сөз жазғыңыз келеді? Мүмкін сіз сауалнама алғыңыз келген шығар, немесе кері байланыс алғыңыз келетін шығар, немесе бір сұрақты ортақ чатта талқылағыңыз келген шығар. Сіз соны жазасыз. Яғни өзіңізге керек тақтаның тақырыбын жазасыз ғой. Мүмкін мына жерде енді сіз не жазғыңыз келеді, енді оны өзіңіздің еркіңіз біледі. Осылай жазып, мына жерде описаниесі. Бұл не, мысалға, сауалнама ма? Сауалнама болса сауалнама, немесе пікірлесу болса пікірлесу, немесе кері байланыс болса кері байланыс деген сияқты жазып, мына жерде сохранитті басасыз. Енді сохраните басасыз. Сіз қайда жібересіз бұны? Кімдермен байланыс жасайсыз? Мына жерде настройканың қасында 3 нүкте тұрады. Осыны аласыз да, мысалы мына жерде копировать ссылку в буфер обмена. Осыны басасыз, міне қараңыз. Немесе получить QR код дейді. Бұл жерде міндетті түрде бірден алуға болады WhatsApp желісінде. Немесе копировать ссылканы копировать етіп алып, Zoom чатқа ма, или қай жерде қолданғыңыз келеді. Facebook'та болуы мүмкін, YouTube'та болуы мүмкін. Кез келген ортақ чатыңызға ссылкасын копировать етіп, соған апарып вставить етесіз да. Сол қолданушылар сіздің ссылкаңызды басу арқылы бірден сізбен байланыс жасайды. Міне қараңыздар, мына жақта оң жақ батырмасында ручканың белгісі тұр. Міне мен бұл жерге де жаза бересіз. Устроен қазір. Мен қосылып отырмын. Деген сияқты міне жазасыз. Болды, ары қарай кете береді. Міне. Бірдеңе қосқыңыз келсе, мына жерде добавить файл, загрузить етесіз, или не істеуге болады ары қарай. Міне қандай мүмкіндіктер қолданғыңыз келеді, енді ол өзіңіздің еркіңізге байланысты. Сіз сондай-ақ бұны айтар едім мен, сауалнама алғанға өте тиімді. Немесе жаңағы кері байланыс сабақталсаңыздар болады. Мына жерде тағы бір настройкасында, мына жерде значок таңдасаңыз болады, дизайн, міне фон таңдасаңыз болады, түрлі ерікте текстура узора дейді, міне картинки, неше түрлі фон өзіңіздің тақырыбыңызға лайықты етіп ала беруге болады. Мінекей. Свернуть етіліп кетті. Міне. Болды. Аса ешқандай қиындығы жоқ.
өте тиімді, высокоскоростный интернетті де аса қажет етпейді, өте ыңғайлы, қолжетімді дегім келеді. Рахмет, барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.